Бәріне сәлем достар, жұрттың баласы сіздермен. Не бопты? Қазақ ұлтшылдары қайтара орыс адамдарын, орыс тілін, орыс әлемін азарлап жатыр. Оларға қызмет қазақ тілінде етілсін деп талап етіп. Солтүстік көршілеріміз болса, Ресей Федерациясы ішкі істерімізге қайтадан араласып жатыр. Міне, біз бүгін талдармыз осы жанжалдың байыбын. Кеттік. Жұрттың баласы. Неден басталыпты бәрі? Тіл майданы онлайн партиясының белсенділер тобы тіл патрулін ұйымдастырып, қазақша түрдегі қызмет көрсетуді талап ете, дүкендер мен дәріханаларды аралауды және бұны YouTube арнасына салуды бастады. Негізінде мұнда заңға қайшы тұрған ештеме жоқ. Тіл заңына және адам қақысының қорғауы заңына қарасақ, қызмет екі тілде көрсетілуі керек. Бірақ белсенділердің қатысы талай видеолардың кейіпкерлері еліміздің азаматтары болғанымен, оларды гастарбайтер деулері және кешірімдерді камераға түсірулері. Бұны ашық түрде мінепшенемін, бұны бұрыс деп санаймын. Бұлайша бұндай тіл деңгейіндегі ұсақ үйреншік қақтығыстар Қазақстанымызда жыл сайын болатын. Стюардесса қазақша сөйлемегендіктен Эйр Астананы сотқа берген Оғыз Доғанды еске салайық. Ол бұл істе жеңді және үкім бойынша Эйр Астана кешірім сұрауы және 1 теңгелік рәміздік өтем төлеуі керек еді. Сөздің соңғысына сүйене мақсатты ақша табу емес, шынымен тілді қорғау еді. Міне, осындай ұсақ жанжалдар бола алады. Қазақстанның ішіндегі жағдайға онша әсер етпейді негізі. Барлық ұлттар бейбіт ішінде тұрады, ешкімді азарламайды. Алайда Ресейдегі түрлі кейіпкерлер жел бере түсіп кіріскенде, іс басқа жақтарға бет алады. Жеріміз КСРО берген үлкен сыйлығы деп айтқан Никоновты есте сақтаймыз. Қазақстанға қатысты әжептәуір жиі түрде жақтырмаған сөз айтқан Жириновский. Русская музыка, пошли вон, давай это добра. Одна палка, два струна, так сказать. И вот он дал 50 лет. Слова переведите, ничего нету. Гора, 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 я вижу гора, гора. Міне, мемлекеттік ынтымақтастық басшысы Примаков Евгений билігімізді тіл патрулінің белсенділерінің іс-әрекеттерін мінепшенеуге шақырды. Сөйтіп, жел бері түсіп, дау шарды көптірді. Дәурен Абаев тұлғасындағы билігіміз белсенділерді мінепшенепті. Абаев мына қозғалысты үңгірлік ұлтшылдық деді. Вне всяких сомнений, такие прецеденты недопустимы и возмутительны. Подавляющее большинство наших граждан осуждает такие проявления пещерного национализма. Меніңше, біздікілер бұл жайында тез елеп ескерер еді. Ресейлік шенеуніктердің сілтеуі болмастан. Бірақ қазірде бұл бұйрық бойынша істелгендей көрініп тұр. Ресейлік блогерлер бұл тақырыптағы шығарымдарды түсіре бастапты. Міне олардың бірі Роман Романов. Оның туындыларын көргенде ішкі істерімізге қаншама көңіл байсалдылығымен кірісетіннен жүрегіңіз айныр. Оған қоса өз тыңдаушыларын Қазақстан мен қазақтарға қарсы қояды. Орыс тілді халық республикадан мақсатты түрде ығыстырылады. Республиканың әліппесі латын әліппесіне көшіп жатыр. Естідіңіздер ме? Сөз тақырыбы тіпті Қазақстан болмағандай ғой. Орыстарды елден мақсатты түрде ығыстырады екенбіз ғой. Демек, біз нацистпіз, ұлтшыл емеспіз, біз қас нацистпіз демек. Бұл блогердің Назарбаев және азиялық келбетті нацист тұрған мұқабасының өзіне не жетсін? Орыстар, басқа да ұлттардың өкілдері, мені қазір көріп тұрған, айтыңыздаршы, расымен де қазақтар сіздерді азарлай ма, елден мақсатты түрде ығыстыра ма? Пікір комменттерде жазып жіберіңіздер. Қазақ тілінің латын әліппесіне көшуі туралы әйгілі заңды еске салайық. Республиканың әліппесі латын әліппесіне көшіп жатыр. Енді әліппені айтсақ, латын әліппесіне көшу рұқсатын сізден сұрамағанымыз үшін кешіріңіз мені. Қайтем. Біз Қазақстан тәуелсіз елі білмеушек сенен рұқсат сұрау керек екенін. Қарапайым блогерден. Казахстан явно идет под политику так называемого Большого или Великого Турана, великого объединения тюрков во главе с Турецкой республикой. А в тюркском мире нет места русскому миру. И именно поэтому в республике прямо сейчас под прикрытием властей активно выдавливают местное русское население, делая так, чтобы оно не могло поднять голову. Бұны Туранмен байланыстырыпты, құдайым-ай, тіпті солай болса да, Қазақстан түркі әлімен құрғысы келсе де, айда бұл түркі әліміне деп, бұл әйдік аймақта онсыз да 19 миллион болғанымызда орыс тілділерді қудың не мағынасы бар? Бұл блогер ашық түрде өтірік айтады және өз тыңдаушыларын Қазақстанға қарсы қояды. Мұнда ұлттар арасына көбірек от салып тұрған кім? Қазақстан Республикасының азаматтарынан қазақша түрдегі қызметті талап етіп жүрген белсенділер ме? Әлде
елімізден орыстарды қуып жатқанымызды айтатын блогеріміз бе? Қалай ойлайсыздар? Бұл жағдайдағы ең жаманы Ресейден жоғары басшылығы сондай-ақ Қазақстан Республикасында болып жатқанға елемей тұр. Неге Ресейдің шімі ешбір әрекет жасамай тұр? Сергей Лавров қайда? Неге ешбір реакция жоқ? Неге деп айтайын ба? Өйткені бұл Қазақстан Республикасының ішкі істері. Бұл жанжалдың қатысушылары Қазақстанның азаматтары. Онда Ресей Федерациясының азаматтары жоқ қой. Енді қисынды ғой. Қысқасы, тіл патрулі Ақтауда әйелдердің бірінен қазақ тіліндегі қызметті талап ете бастапты. Оның жауабы азырақ арандатушы болмапты. Жерге түкіресіздер. Мен жүрмін, аяқ астыма біреу түкіріпті. Сіздікілер, біздікілер емес. Орыстарды ұнатпайсыздар. Бірақ сіздерге нені бұрыс істедік? Сіздерге қаланы салдық. Біз болмаса едік, мұнда болмас едіңіз. Мен бұл қаланы салушы едім. Түсінілді ме? Маған қарамаңыз. Мәселе не, білесіздер ме? Талай қазақстандық болай ойлайды. Сізге бұл қаланы салдық, біз болмастан киіз үйлерде тұрар едіңіз деп, өздеріңізді автоматтық түрде қазақтардан бір деңгеймен жоғары көтеріп былай дейтін дейсіздер жоғарыдан қарап. Сізге қала салдық қой, алғысыңыз болу керек. Міне бұл нағыз нацизм және шовинизм, достарым. Өйтуді қойыңыздар. Өтініш. Роман Романов бұл жағдайға акцент жасай бастайды. Айтуынша, тіл патрулі әйелге сес көрсетуді бастапты және мүмкін физикалық күштеу қолданыпты. Сондықтан камера алдында кешірім өтініпті. Бұл жергілікті нацистерді ашуландырыпты, өздері оны құқықтауды, оған қоңырау шалуды бастапты. Тәрізі күш көрсетудің бір түрін қолдануға сөз беріпті, немесе қолданып қойыпты. Яғни негізінде әйел қазақ ұлтшылдарын қорғаған тарихи шынды айтқандықтан, олар оны камералар алдында кешірім сұраңыз деп зорлапты. Сөйтсе, біз Қазақстанда орыстарды қазақша түрде күштеп сөйлеттіріп жүр екенбіз. Бар ғой, күш көрсету, күш жұмсау. Бұны біліп едіңіз? Өз басым білмеппін. Орыс достарым да бұны естігенде қатты таңғалыпты. Иә, Ақтаудан қазақстандық әйел біз орыстар бұл қаланы салдық дегені үшін камера алдында кешірім өтінді. Роман әлбетте әйелдің сөзімен келіседі және орыстар шынымен Ақтау қаласын салғаны жайлы тарихи деректерді береді. Сізге, Полина Николаевна, екінші видеоңызда Ақтаудың негізін орыстардың салғанына қатысты жаман сөздерді айтқаныңызға қарамастан көп рахмет айтқым кеп тұр. Тарихи мәліметке қарасақ, Ақтаудың негізі 1961 жылы қаланыпты, әуелі қала үлгісіндегі ауыл ретінде, кейін қала ретінде, және Ресей империясында тұрған 19 ғасырдың ұлы ақын Тарас Шевченконың Шевченко атын алыпты. Роман Романов фактілерді қалай бұрмылап тұрғанына қараңыздаршы. Тарас Шевченко, Украина ақыны, иә, сіздер жақтырмайтын әлгі Украина, Қазақстанда айдалуды 10 жыл өтепті. Оны айдалуға кім апарды? Иә, Ресей империясы. Мен бар ғой, ұлтқа қарай бөлінуді ұнатпаймын, жаңағы төмен конфигурациялық нәрселер. Бірақ әбден өтірік айтылғанда, мен достарым бұл жағдайда үндемей алмаймын. Проект города создавался в 1950-х годах по решению высшего советского руководства, а инициатором строительства всего этого объекта выступил министр среднего машиностроения Ефим Славский. Ефим Славский болса, тіпті Украина аймағында туған еврей, және төл құжатында ұлт графасында Украина ретінде жазылыпты. Жағын сәйкессіздік боп кетті ау бір себеппен, тіпті нән түйіспеушілік дерем. Бізге Ақтау қаласын салған үшін Украина халқына алғыс айтайық онда. Ақтау бұл татулық қаласы, 50-ден астам ұлт өкілдері салушы еді оны. Қайталаймын, 50-ден астам. Бәрі де бүгінге дейін бұл жерде тұрады да еңбектенеді. Түсінесіздер ме? Мынандай комментарийлерді әлі де түсіне алмай тұрмын. Сіздерге қалаларды салдық, біз сіз ешкім болар едіңіздер, киіз үйлерде тұрар едіңдер, тағы басқалар. Қазақстан Кеңес одағының толық қақылы мүшесі болған байды, түсінбей тұрмын. Әлде жай ғана ұлы орыстар қалаларды салған субъект бейдік. Ғарышқа алғашқы адамды жіберген кім? Кеңес одағы. Соғыста жеңген кім? Кеңес одағы. Қалаларды салған кім? Орыстар. Демек, бүкіл Кеңес одағы тек орыстардан тұрған байды. Ресейден басқа 14 республика бұлайынша жай әншейін бармайды. Қалжың үшін бе? Осындай комментарий бойынша Кеңес одағында мүлде болмағанбыз. Онда Кеңес одағы тарихын
Сызып тастайық, егер Кеңес одағының дамуына біздің және басқа республикалардың қосқан үлесін бағаламайсыздар. Талай сарапшылар мен политологтардың айтуынша, барша осы орыс халқының қорғауы тек қыркүйектегі мемлекеттік думадағы таяп келе жатқан сайлауға байланысты. Ресей қайтадан өзіне бір жауды табады, өз империалистік жүріс-тұрыстарын көрсетеді, өңірдегі көшбасшылары екенін көрсетеді. Тек дауыстарды алу үшін орыс тілді халықты қорғай. Қайталаймын, Қазақстандағы орыс тілді халықты, яғни Ресей Федерациясының азаматтары болмай тұрған адамдар. Ең маңыздысы да, дәл осындай видеолар арқылы ютуберлер немесе саясаткерлер осы ұлтаралық араздықты туындатады, сөзде онымен күресетіндей. Міне, сол достар нағыз ақымақтық. Бұл жөнінде Варламов мне осыны дейді. Заставляет ее извиняться, и опять же появилась информация, что якобы потому, что она говорила по-русски, и опять всем, как это так, там в Казахстане притесняют русских, русские оттуда уезжают. Глядя на эту историю, хочется спросить, друзья, вы когда-нибудь прилетали рейсом из Средней Азии в Москву и увидели, что происходит на границе? А вы видели, как наши пограничники относятся к таджикам, узбекам, киргизам, которые они к ним как к скоту относятся? Как они им тыкают, как они им хамят, да, там, ты паспорт сюда дай, там, тупой, там, пошел отсюда, да? Попробовали бы они так американцу сказать, или англичанину, который приехал, перед ним они будут кланяться, а перед этими, да, это люди второго сорта, гастарбайтеры приехали, да. Посмотрите, как у нас люди к ним относятся, как себя в Москве чувствуют, даже, давайте мы сейчас не будем говорить про киргизов, узбеков, про якутов, про калмыков, люди просто из-за того, что у них другой разрез глаз, как им сложно снять квартиру. Вы думаете, объявление «сдаем квартиру только славянам» это не расизм, это расизм? Және онымен толықтай келесемін. Көп орыс тіліндегі ойын-сауық сайттарында отыр едім, мәселен Пикабу. Егер ол жерде қандайды бір жаңалық шықса, шешендерге, кавказдықтарға, Орта Азия өкілдеріне байланысты бітті. Соншама дұшпандық комментарий бар, жүрегім айнып қалушы еді. Қазақстанда ресми түрде тіркелген ұлтшылдық партия жоқ. Негізі мұнда жаман тұрған ештемені көрмей тұрмын. Қазақстанда нацист жоқ, неонацист жоқ, скинхед жоқ. Ресейге қатысты бұны айта алмай аласың. Бізге өмірді үйретпес бұрын, елдікті үйретпес бұрын, нәсілшілдікпен, тіл мәселелерімен күресу жолдарын үйретпес бұрын, өз мәселелеріңізбен айналысу керек қой. Шынымен бірақ. То официально на большом и высоком уровне, например, Нурсултан Назарбаев или Жомарт Токаев, всегда улыбаются высшему руководству России, говорят, что мы находимся в союзнических отношениях, но на низшем уровне проводится абсолютно иная политика. Сокращаются русские школы, замещаются русские часы в вузах Казахстана. Қазақстанда халықтың шамасы 20% орыстар. Мектептеріміз қанша? Мектептердің 100-ден шамасы 25% білімі орыс тілінде берілетін мектептер. Оқытушыларымыз тарапынан орыс тілінде жазылған бүтін орта білім беру бағдарламамыз бар. Яғни осылайша Қазақстан мектептерді жабады, орыстарды азарлайды. Иә, Қазақстанда шамасы 6973 мектеп бар. Олардан қазақшалары 3726 мектеп, орысшалары 1181. 2043 мектептегі білім аралас тілде беріледі. 23 мектепте білім басқа тілдерде беріледі. Оның ішінде өзбекшелері 12, ұйғыршылары 11. Ресейде неше қазақ бар? Шамасы 1 миллион. Ол жерде қазақша мектептер қанша? 0. Бірде-бір қазақ тіліндегі мектеп жоқ. Сөйтіп бізге ақыл беретін сіздер ме? Расында болмай жатқан орыс тіліндегі мектептердің жабылуын бізге айтасыздар ма? Ұлтаралық араздықты қоздыру үшін осы фактілерді ойдан шығарасыздар ма? Шынымен бе? Оның үстіне Қазақстанда шамасы 23 мың орыс тілі мен орыс әдебиеті оқытушысы жұмыс істейді. Және мұның Қазақстандағы орыстардың қақыларына шек қойылу дейсіздер ме? Шынымен бе? Ей, Құдайдан қорқыңыздар. Бұндай өтірік үшін ұят болу керек. Бұндай өтіріктің екі-ақ мақсаты бар шығар. Сайлаудағы дауыстар және ұлт араздығын қоздыру. Қорытынды жасайық. Тіл патрулі өз тәсілдемесін өзгертуге тиіс. Өз азаматтарынды гастарбайт деу лайықсыз. Меніңше қақ қорғау органдары бұл мәселені қадағалайтын шығар. Өйткені не де болса, ұлтаралық жанжалдар үшін Қазақстанда бірден шара қолданылады. Қазақстандықтар, кез келген ұлтыңыз болсын, бір-бірімізді Қазақстан тұрғыны дейміз ғой, ұмытпаған болсаңыз. Сізге қала салдық, бізге алғыс айтыңыз деген сияқты әңгімелерді ұмытыңыздар. Бұл дұрыс емес. Дүкендерде, дәрханаларда, супермаркеттерде сатушы болып жұмыс істейтін, орысша сөйлейтін кісілер үшін бір шағын қонаш. Цифрлардың
өнімдердің қазақ тіліндегі атауларын үйренуге соншама қиын ба? Хлеб, нан, сахар, қант, молоко, сүт. Бұл қиын емес қой, негізгі оңай сөздер емес пе? Абай Құнанбайұлының қара сөздерін қазақ тілінде сізді ешкім жатқа айтқызбайды ғой. Тұтынушы қақысы қорғау заңы бар ғой, сізді қазақшаны үйрен деп ешкім зорлай алмайды, бірақ қазірде бір-біріне құрметті айтып тұрмыз. Барлық дерлік қазақтар орыс тілінде сөйлей алады деп санала алады. Расымен де негізгі оп-оңай сөздерді үйрену соншама қиын ба? Жаңағы сәлем, қалайсыз, рахмет, азық түлік, тағы басқалар. Бұл қиын емес қой достар. Және нүкте қоюға болады, яғни осы жанжалға. Қысқасы, болар болмас пікірімше, Қазақстанда қазақтар мен орыстар арасында ешқандай мәселе жоқ. Талай орыс танысым бар, орыс досым бар, өздерін тынымды сезінеді. Бәріміз бейбіт ішінде тұрамыз. Иық алдарында өз мәселелерін көрмейтін, ұлт араздығын қоздырып, килігетін ресейлік насихатшыларды тыңдамаңыздар. Бейбіт, мейірім және сүйіспеншілік болсын. Ұмытпаңыздар, жаман ұлттар жоқ, жаман адамдар бола алады. Мұрат сіздермен еді, арнама жазылыңыздар, инстаграмыма жазылыңыздар, болмағаныма көп болыпты, бірақ қайта оралдым. Әрі қарай жұмыс істейміз, ағартуды жалғастырамыз, еркіндікті жылжытуды жалғастырармыз достар. Аман болыңыздар.